Әлемге әйгілі әлем әдебиетінің жазушысы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің 100 жылдығына орай өнер орталығында әлем таныған Әбдіжәміл тақырыбында еске алу кеші өтті. Басқосуға Астана мен Алматы қалаларынан арнайы келген ақын жазушылар, Арал ауданының делегациясы, зиялы қауым өкілдері, Әбдіжәміл Нұрпейісовтің балалары мен қала тұрғындары қатысты. Қасиетті сыр өнерінде дүниеге келіп, бүкіл ғұмырын ұлтымыздың рухани кемелденуіне және қазақстандықтардың шығармашылық мүмкіндігін әлемдік әдеби аренада танытуға арнаған қайраткер Әбдіжәміл Нұрпейісовтің өмірі мен шығармашылығы дүйім елге таныс. Аймақ басшысы әлем әдебиетінің қазынасын толтырған қайраткер, қаламгер туралы айтып, Абыз Ақсақалдың құрметіне арналған шараға шақыртуды қабыл алған қонақтарға өңір халқы атынан риясыз алғысын білдірді. Әлем әдебиетінің алтын қорына қосылған «Хан мен тер» трилогиясы, «Соңғы парыз» дилогиясы Нұрпейісовтің ғана емес, күллі қазақ әдебиетінің, тіпті әлем әдебиетінің табысы болып саналады. Атақты бұл екі шығарма 30-дан астам шетел тілдеріне аударылып, әдебиетімізді дүние жүзіне танытты. Әлем әдебиетшілерінің үздік бағасына ие болды. Әбдіжәміл Нұрпейісов Ұлы Отан соғысының 30 жылдарын бастан кешкен жеңіс жауынгері. Курландияны азат еткен саптағы сарбаз, әдебиет майданында да ерлікпен тең іс атқарып, бейбіт күндегі бітімін биіктете білді. Шығармашылық адамына берілетін ең үлкен атақ және ең құнды баға халық сүйіспеншілігі. Топырағында өлең мен өнер қатар күнген қасиетті сыр елінде Әбдіжәміл перзенттің дүниеге келуін Қызылорда халқы ерекше мақтан етеді. Оның ғасырлық ғибраты біздің заманымыздың ғана емес, келешектің де рухани кемелденуіне, ұлы санада бойлап жаңғыруына ерекше ықпал етті. Шын мәнінде сөз өнерінің әкесі болған әбеннің рухына жасалып жатқан құрмет ұрпақтың рухани қазынасын молайта түсудің бір жолы. Сөз өнерінің сардары саналы ғұмырын ұлтының дүниетанымын байытуға арнады. Әдебиет әлеміне құбылыс болып енген сұңғыла суреткер қазақ прозасына ерекше қолтаңбасын қалдырды. Көзі тірісінде классик атанған жазушы қаламгердің жаны буынына үлгі өнеге көрсетіп, өзіндік мектебін қалыптастырды. Әбеннің әр туындысынан туған жерге деген риясыз сүйіспеншілігі айқын көрінеді. Оның «Қан мен тер», «Соңғы парыз» секілді романдарын өз заманының айнасы деуге болады. Арал арқылы қазақтың, қазақ арқылы барша адамзаттың мәселесін көтерген бұл шығармалар әлем өркениетіне қосылған құнды қазына. Еске алу кешінде арнау айтылып, «Қан мен тер», «Сен» спектакльдерінен үзінді көрсетілді. Әбелер бар адам, қазықта соғысына шеттеген осы. Қара халықтың қанына тоймадыңдар ма? Қырдыңдар ғой, қырдыңдар ғой. Дүние алма кезек көрге тұр. Сонымен қатар іс-шарада Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Түрксой жазушылар одағының төрағасы Ұлықбек Есдәулеттің 70 жасына орай ақынға сый құрмет көрсетілді. Аймақ басшысы құрмет грамотасын табыстап, дәстүрге сай иығына шапан жапты. Сондай-ақ еске алу кешінде халық жазушысының қызына да сый құрмет көрсетілді. Әбекеңнің сөзді риза болмаған, Әбекеңнің баяндамасына қол соқпаған дүниесінде жазушы ғалым қалмады ма жерде? Шишаға аударылған дүркін болса болады. Міне, Әбекеңнің бағасын, Әбекеңнің биігін біз сол Америкада бір таныған едік. Кейін Әбекеңнің соңғы парыз романын француз тіліне «Атрас матч де трас» дейді. Жазушы ақын аударды, 3 жыл аударды. Әлемдік деңгейдегі мықты аудармашы Әбекеңнің 3 жыл үнемінде болғанын мойындап тұр. Бұл енді Әбекеңе жалғыз ол емес, қаншама шетелдің ұлы жазушылары, Нобельдің лауреаттары одан да жоғары бағалар берген. Біздің бағымызға берілген, Құдайдың бағымызға берген жазушысы ол біздің Әбекең.
Ұлысқа игілік болатын игі ізін қалдырып, ұлт классиктерінің жолын лайықты жалғастырған қаламгердің өмірі мен шығармашылығы жайында кеңінен танысу мақсатында күні бүгін қаламгердің туған топырағы Арал ауданында жалғаспақ. Назгүл Қаштов, Ержан Сүлейменов, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.